Тазалайтын 6 әдіс. Бүгінгі таңда бауыр ауруларына шалдыққан адамдардың саны күн санап көбейіп келеді. Сондықтан мен бұл видеоны аталған аурудың алдын алу жолдарын ұсынғым келіп отыр. Ендеше видеоның соңына дейін қарап, 6 әдісті пайдаланыңыз. Менің керек арнама подписация етіп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Бірінші, 1 стакан таза суға лимонның тең жартысын қосып ішіңіз. Лимон шырыны бауырыңыздағы барлық зиянды уытты шығаруға көмектеседі. Сарымсақ пен жуаны жиі жеуге тырысыңыз. Ол сіздің достарыңызға ұнамауы мүмкін, алайда оның бауырыңызға әсері мол. Өйткені сарымсақ пен жуанның құрамында ағзадағы артық заттарды сыртқа шығаратын пайдалы элементтер бар. Шұбар ала тікенінен шай жасап ішіңіз, және бұл өсімдікті суға қосып тұтыныңыз. Себебі ала тікенде бауыр клеткаларын улы заттардан қорғайтын силимарин көптеп кездеседі. Бауырыңыз жақсарып жүрсін десеңіз, мына нәрселерді қолданушы болмаңыз. Бауырдың ең қауіпті жауы алкогольді ішімдік. Оның құрамындағы этил спирті ақуыздардың синтезіне, көмірсулардың өзгеруіне алып келеді. Осыған байланысты бауырда созылмалы қабыну пайда болады. Кей жағдайда токсикалық улану мен дәрі-дәрмектің әсерінен де бауыр ауырады. Дұрыс емес тамақтану да әсер етеді. Сіз шамадан артық тамақтансаңыз, майлы және тәтті тағамдарды жесеңіз, қарныңызды фастфудпен тойдырсаңыз, онда бауырға салмақ түседі. Жатарда майлы, тәтті тамақ жемеңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Подписацияны басып, тіркеле кетіңіздер. Рахмет.